жақсы амал жасайды да, ол жақсы амал немен жоқ қылып алады? Мәнни уәл әзамен жоқ қылып алады. Мәнни деген ол не? Мен мысалы біреуге садақа берем, біреуге ақша берем, біреуге жәрдем берем де, артына не деп айтам? Міндетсінем. Бұны мен бердім саған, мен бермегенде өмірің қалай болушы еді? Мен болмасам күнің қараң болушы еді? Мен қарамасам олай болушы еді? Мен, яғни міндетсінем. Мен саған бердім, давай сен де не істе маған? Жәрдем бер. Не болмаса, мысалы мен жақсылық қылам да өзімнің туысқаныма, ол маған жәрдем бермей қойса не істеймін мен? Біз баяғыда сендерге жәрдем берген ек қой, сендер неге жәрдем бермейсіңдер деп, мен не істеймін? Мен міндетсінем. Кімде-кім бір жақсылық істегеннен кейін артынан сол жақсылығы міндетсінетін болса, бұл амал нөл болады. Бұл амалда ешқандай сауап болмайды. Бұл бірінші топ адам. Енді Аллах Тағала осы аяттың екінші жағында екінші топ адам да осылай дейді. Ол не? Кәлләзи юнфиқу мәләху рияән наси. Ол сондай адамдар сияқты істеген амалдарын рияменен жасайды дейді. Ол садақа береді, бірақ міндетсінбейді. Садақа береді, міндетсінбейді. Бірақ не қылады ол? Сол адам мені мақтаса екен, сол адам мені жақсы көрсе екен, сол адам мені молодец деп айтса екен деген не болады ода? Ой болады. Ондай болса, екі түрлі жақсылық жасаған топтың бір түйірді сауабы болмайды. Ол не? Жақсылықтарын жасайды, амалдарын жасайды, садақаларын береді, құлшылықтарын жасайды, бірақ артынан міндетсінеді. Бұның да ешқандай сауабы болмайды. Екінші топ бар, жақсылық жасайды, амал жасайды, құлшылық, ғибадат жасайды, міндетсінбейді, бірақ адамдардан мақтау күтеді. Бұның да бір түйір сауабы болмайды. Бұл Алла Субхану Тағала Бақара сүресінің 264 аятында айтады. Одан кейін Алла Субхану Тағала Ниса сүресіне дейді: "Ирауна наса ва ла язкуруна Аллаха илля қалилан" дейді. Рияуна наса, ол адамдар сондай амал жасайды, құлшылық жасайды, ғибадат жасайды, жақсылық жасайды, бірақ кім үшін? Адамдарға көрсету үшін. Адамдарға көрсету үшін бұлардың бір сипаттарынан бұндай адамдар Аллах Тағаланы көп зікір ете алмайды. Аллах Тағаланы көп еске ала алмайды. Яғни адамдар үшін амал жасайтын, рия үшін амал жасайтын адамдар. Мәселен мен немін, мұсылманмын. Менің жасап жатқан амалдарым рия болып жатыр ма, рия болмай жатыр ма? Мен осы рия қылатын адамның қатарына жатам ба, жатпайын ба білуім үшін неге қарасам болады? Мен Аллах Тағаланы күніне қанша рет зікір қылуыма қарасам болады. Егер де мен Аллах Тағаланы көп зікір қылмайтын, көп құлшылық жасамайтын, көп Алланы еске алмайтын адам болатын болсам, өкінішке орай бұндай адамдардың көпшілігі рия жасайтын адамдардың қатарына жатады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уақытында рияны жасайтын адамдар кімдер ғана болған? Мұнафықтар ғана болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға көшіп барғанда, Мәдинада мұсылмандардың екі ғана тобы болады. Мәдинада мұсылмандардың екі топ. Екіншісі мұсылман деп айтуға келмейді негізінде. Біріншісі халыс мұсылмандар, екіншісі кімдер? Екіншісі мұнафықтар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дәуіріндегі мұнафықтар мұсылмандар емес, олар кәпірлер, таза кәпірлер. Тозақта мәңгі қалатын мұнафықтар, Құдай сақтасын. Ал бірақ мұнафықтықтың бір тобы бар. Бұлар кәпірлер емес, бірақ нелер? Мұнафық болып сипатқа ие болған адамдар. Бұлар кімдер? Бұлар рия жасайтын адамдар. Яғни амалда Аллах Тағаланы мойындайды, шариғатты мойындайды, ақыретті мойындайды, дінді мойындайды, жәннатты мойындайды, тозақты мойындайды. Бірақ риясынан құтыла алмаса, әрдайым риямен өмір сүретін болса, бұндай адамдарға сүйінші хабар, Құдай сақтасын, бұл сипатынан айырылмасаң, мұнафық болуың әбден мүмкін. Неге? Өйткені бұл сипат ненің кімдердің сипаттарынан? Бұл мұнафықтардың сипаттарынан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәуірінде Мәдинада Аллах Тағала тарапынан соғыстарға ақша жиналған. Соғыстарға не жиналған? Ақша жиналған. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарға айтады: "Ей қауым" дейді. "Ей мұсылмандар, не қылыңдар? Ақша жинаңдар" дейді. "Садақа беріңдер, инфақ қылыңдар. Осындай алдымызда не болайын деп жатыр? Соғыс болайын деп жатыр" дейді. Сонда мұсылмандар сол аятты ескеннен сразу орындарынан тұрады, тағы не қыла бастайды? Мал дүние әкеле бастайды. Біреуі көп дүние алып келеді. Біреуі қолындағы бар азғантай ғана дүние алып келеді. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мешітінде бір топ адам отыратын еді. Егер де біреулер көп ақша алып келіп жатса, анан қара, Мұхаммедтің алдында очко жинау үшін алып келіп жатыр. Мұхаммедтің алдында абырой жинау үшін алып келіп жатыр деп айтатын. Ал біреулер азғантай ғана үйінде, мәселен, кішкентай ғана дүниесін алып келіп жатса, анан қара, әкеліп жатқан нәрсесін қара, қайға жетеді ол? Неге жетеді ол? Деп айтатын дейді. Бұл кімдер еді дейді бұларды? Бұлар мұнафықтар еді дейді.
Бұлар қандай адам еді? Адамдардың істеп жатқан жақсылықтарының сыртына өзі бір түйір жақсылық жасамайды, өзі қолында қимылдатпайды, өзі бір түйір Аллах жолында ештеңе бермейді, бірақ беріп жатқан адамдарға не деп отырады? Ананың қара бүйтіп жатыр, мынаның қара бүйтіп жатыр деп әңгіме айтып отыратын дейді. Бұлар кім еді дейді пайғамбар сахабалар? Бұлар мұнафықтар еді дейді. Яғни момын мұсылмандар бұл сипаттан не қылу керек? Бұл сипаттан арылу керек. Дәл сол сияқты рия деген нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі келеді. Аллах тағала былай деп айтты дейді. Ана агна шуракаи ани ширки. Ана агна шуракаи ани ширки ман амила амалан ашрака фихи ма'я гайри тарактуху ва ширкаху дейді. Мен серік қосушылардың серігінен пәкпін. Мен серік қосушылардың серігінен, яғни мен үшін істелу керек болған амалды менен басқа біреу үшін істейтін адамдардан мен немін? Пәкпін. Егер не қыл дейді? Мен пәкпін. Мен амила амалан. Кімде-кім бір амал жасаса, оған менен басқа бір нәрсені серік қылып қосатын болса, не дейді? Тарактуху, мен оны тәрк еттім, яғни оған ешқандай бір түйір сауап бермеймін, және оның серігінде не қылмаймын? Серігінде тәрк еттім, оның жасаған амалын мен жоққа есептедім дейді. Маун деген сүре білесіздер, аралайталлази юказибу биддин фазаликаллази ядуул ятим. Аржа қарағандай фазаликаллази ядуул ятим. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Осы жерден керек маған. فويل للمصلين. Мағынасы не оның? Кейбір намаз оқушыларға Аллахтың тозағы болсын дейді. Фавайлул лил мусаллин. Мусаллин деген ол намаз оқушы адам. Вайлун деген сөздің екі мағынасы бар. Вайл деген арабтар не оны тозаққа істетеді, не болмаса оны қасіретке істетеді. Түптің түбінде екеуі де құрдымға кететін дүние. Не тозаққа, не қасіретке істетеді. Фавайлул лил мусаллин. Кейбір намаз оқитындарға Аллахтың несі болсын дейді? Аллахтың азабы болсын дейді. Субханалла. Алланың өзі намаз оқы дейді да, намаз оқысақ артына не беріп жатыр оған? Тозақ беріп жатыр. Неге? Деген сұрақ туындайды. Аллах жауап ретінде одан кейінгі аяттарды айтады. Не дейді? Фавайлул лил мусаллин аллазинахум ан салатихим сахун. Ол сондай намаз оқитындар өздерінің намаздарына немқұрайлы қарайды. Намаздарына ондай мән бермейді. Қаза қыла салады, жинап оқи салады, оқымай-ақ қоя салады, той-томалақ болған кезде, құдалық болған кезде оқымай-ақ қоя салады. Сосын қараңыз, фавайлул лил мусаллин аллазинахум ан салатихим сахун. Аржа қарай не? Аллазинахум юраун. Және олар істеген амалдарын не қылып істейді? Адамдарға рия қылу үшін істейді. Оқыған намаздарын, құлшылық ғибадаттарын кім үшін істейді? Аллах үшін емес, адамдардың алдында мақтанышқа жету үшін істейді дейді. Яғни рия деген нәрсе сондай ағайындар. Бұл біздің жүрегімізде болатын аурудың бірі. Егер де бұл рия біздің ойымызда болса, біздің жүрегімізде болса, мейлі кез келген сауабы үлкен деп ойлайтын амалдың барлығын ол не қылып отырады? Ол жойып отырады. Жоқ, жойып отырмайды. Жою деген нәрсе қашан істетіледі? Ол бар нәрсеге істетіледі. Ол жоқ, ол авал сауап берілмейді оған. Мәселе хасад деген нәрсе бар, ол не қылады? Ол амалы жоқ қылады, жояды. Бірақ рия деген сондай нәрсе, бұл адамға сауап бергіздірмейді. Жойылатындай сауап бергіздірмейді оған. Яғни оның сауабы болмайды.